Бүгінгі информатика сабағымда сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сабақтың тақырыбы компьютерлік желілердің түрлері, жергілікті және аймақтық таратылған желілер. Сабақтың мақсаттары: білім алушыларға желілермен жұмыс жасау технологияларын, ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін игеруде көмек көрсету және нақты жұмыс жасауды үйрету. Компьютерлік желілердің құрылу және жұмыс істеу жолдары жөнінде білім алушылардың көзқарасын қалыптастыру. Ақпараттық коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін үйрету арқылы білім алушылардың қызығушылығын арттыру. Техника қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жауапкершілікке, өз уақытын дұрыс пайдалана білуге тәрбиелеу. Бүгінгі сабақта біз борт журналын пайдаланамыз. Борт журналы тақырыпты оқып үйренуде өз ойларын жазуға, үйретудің әртүрлі әдіс-тәсілдерін қамтитын жалпылама атауы. Сіздерге мына кесте берілген. Осы кестеде сұрақтар жазылған. Осы сұрақтарға сіздер жауап жазасыздар. Бірінші бағанда берілген тақырып бойынша маған не белгілі, мен не білемін жазасыздар сабақтың басында. Ал екінші бағанда мәтіннен қандай жаңалық туралы білдім, оны сіздер сабақтың соңында жазып шығып қорытындылаймыз сабақты. Енді біз жаңа тақырыпқа өтейік. Компьютерлік желі дегеніміз ресурстарды, дискі, файл, принтер, коммуникациялық құрылғылар тиімді пайдалану мақсатында бір-бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі. Суретте көрсетілген осы компьютерлік желі. Компьютерлік желілердің түрлері мынандайға бөлінеді: PAN, LAN, CAN, MAN, WAN. Біріншісі PAN, Personal Area Network. Персоналды желі бір иегерге тиесілі түрлі құрылғылардың өзара әрекеттесуі үшін қажет. LAN, Local Area Network. Жергілікті желі қызмет көрсетушілеріне шығуына дейін тұйық инфрақұрылым болады. LAN термині кішкене офистік желіні де, 100 гектар аймақты алатын үлкен зауыт деңгейіндегі желіні анықтай алады. Келесі. CAN, Campus Area Network. Жақын орналасқан ғимараттардың жергілікті желілерін біріктіретін кампустық желі. MAN, Metropolitan Area Network. Бір немесе бірнеше қала шегіндегі мекемелер арасындағы қалалық желілер, көптеген жергілікті есептеуіш желілерді байланыстырады. WAN, Wide Area Network. Глобальды желі үлкен географиялық аймақтарды алатын, ішіне жергілікті желілермен қоса телекоммуникациялық желілер мен құрылғыларды кіреді. Кең таралған адаптерлер бұл бізде Ethernet, SOCKET, ARPANET. Ал желілік адаптер дегеніміз компьютердің байланыс желісімен сәйкестендірілуін қамтамасыз ететін құрылғы. Байланыс арналары кабельдік байланыс сымдары арқылы байланысады. Есілген қосым, бірінші суретте көріп тұрғандай, коаксиалды кабель, опты талшық. Енді сіздерде суретте көрсетілген кесте бар. Кесте 4 бағаннан тұрады. Бірінші бағанда байланыстың түрлері, екінші жылдамдық, үшінші салыстырмалы бағасы, төртіншісі ара қашықтық. Енді қарап шығайық. Жіңішке коаксиалды кабель
10 мегабит секундына өте арзан және 150 метрге дейін арақашықты сақтайды екен. Жуан коаксиалды кабель 10 мегабит секундына, қымбаттау 500 метрге дейін. Есілі қос өткізгіш 10-100 аралығында мегабит секундына, қымбаттау және 100 метрге дейін. Опты талшықты кабель 1 гигабайт секундына дейін, өте қымбат 2 километрға дейін арақашықтық. Сымсыз байланыс 3 пен 54 арасындағы мегабит секундына, сымсыз байланысқа қарағанда қымбаттау 300 метрге дейін арақашықты сақтайды. Келесі енді біз тәжірибелік бөлімге өтейік. Бірінші тапсырма: сіздерде Learning Apps қалыптастырушы бағалау құралын пайдаланамыз. Берілген сілтеме бойынша біз келесі терезеге өтеміз. Компьютерлік желілер деген тапсырма сіздерде ашылады интернет желісі арқылы. Мынандай терезе ашылады сіздерде. Осы жерде жергілікті және ауқымды желі берілген, екі бөлікке берілген. Сонан кейін шығатын сүйреттер мен жазуларды біз әр сүйретке байланыстырып бөліп шығаруымыз керек. Шығарған кезде сіздерде мына батырманы басуымыз керек. Дұрыс болса, ол жасылмен белгіленеді, қызыл болса, ол дұрыс емес екенін білдіреді сіздерге. Мына суретте міне көрсетілген сіздерде. Суреттер де бар, схемалар да бар. Мына батырманы басқан кезде сіздер жауабын көресіздер. Екінші тапсырма сіздерге сөз жұмбақ шешу. Сұрақтары мынандай. 13 сұрақ берілген. Бірінші сұрақ: қағаздағы көріністі компьютерге енгізетін құрылғы. Екінші: жергілікті желідегі компьютерлердің бір-бірімен геометриялық байланысу тәсілі қалай аталады? Тышқанның ағылшынша атауы. Төртінші: ақпаратты қағаз бетіне шығаратын құрылғы. Бесінші: кескінді құрайтын кішкене нүктелер. Алтыншы: мәзір орысша қалай аталады? Жетінші: компьютерлерді бір ұйым немесе мекеме ішінде біріктіру үшін қолданылатын желі. 8. Компьютердің миы. 9. сұрақ: өзіндегі барлық порттар арасын бірден байланыстыра алатын құрылғы. 10. сұрақ: файлдық серверлерге негізделген компьютерлерді жалғайтын топология түрі. 11. сұрақ: телефон желісі арқылы мәлімет алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы. 12. сұрақ: принтердің түрі. Соңғы 13. сұрақ: шрифттің қазақша атауы. Осы сөз жұмбақтарға жауап беріңіздер. Ал келесі бетте бізде сұрақтарды жауап берген соң, мына жерде сіздерде дұрыс жауаптар шығады. Сіздерде компьютер, желі деген сөз пайда болу керек. Дұрыс жауап берсеңіздер. Ал енді қорытындылай келсек, сабақтың басында берілген борт журналы бойынша сіздердің ойларыңызды тыңдайық. Әр қайсыларыңыз жазып өткізесіздер. Кестені толтырып. Үйге тапсырма: желілер туралы қосымша мағлұмат алу. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.